Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге жұп-жұмсақ болып шығатын өте дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен електен өткізілген ұнды, 2 шай қасық тұз және де 4 ас қасық қантымызды, 4 ас қасық сұйық майымызды, 2 ас қасық қаймақ мен 20%, және де 1,5 шай қасық дрожжымызды және де жарты шай қасық қобызытқыш қосып жақсылап араластырдық. Осындай қолға жабысатын қамыр шығады. Оны қолымызға сұйық май қосып, қайтарып иінін қандырып, 5-10 минуттай илеп, жылы жерге қойып қоясыздар. Жылы жерге қойғаннан кейін 4-5 рет қайтарып илеңіздер. Қамырымызды алып, осылай көшелеп аламыз. Көшелеп алып, қатты жұқа қылмай, бауырсағымызды дөңгелек формада немесе өзіңіз қалаған формада бауырсағыңызды кесіп, 1,5 немесе 1 литр сұйық майды табада пісіріп алдым. 2 жағын қызарғанша пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын.